40-шы есеп. Лифт бірінші қабаттан 3-ші қабатқа 6 секундта көтеріледі. Ал біріншіден 12-ші қабатқа неше секундта көтеріледі? Біз жазып алайық. Ол бірінші қабаттан 3-ші қабатқа 6 секундта көтеріледі. Ал бірінші қабаттан 12-ші қабатқа неше секундта көтерілетінін білмейміз. Бізге бұл есепті шығару кезінде қабаттарды санап қажет емес. Бізге лифттің қаншалықты көтерілу жасайтынын есептеуіміз керек. Яғни міне, ол бірінші қабаттан 3-ші қабатқа көтерілгенде, ол бірінші қабаттан 2-ші қабатқа, 2-ші қабаттан 3-ші қабатқа, яғни 2 көтерілу жасайды. Егер ол осы 2 көтерілуді 6 секундта жасайтын болса, онда оның әр көтерілуі 3 секундтан болады. Демек, бір көтерілу ол 3 секундқа тең. Ал егер бірінші қабаттан ол 12-ші қабатқа дейін көтерілетін болса, біз жазып шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Енді көтерілулерінің санын есептейік. Міне, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Яғни 11 рет көтерілу жасайды. Егер бір көтерілу 3 секундқа тең болса, онда 11 көтерілу, ол содан 11 есе үлкен, яғни 3-ті 11-ге көбейтеміз, 33 секундта көтеріледі. Яғни лифт біріншіден 12-ші қабатқа 33 секундта көтеріледі. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы А нұсқасы.